Баршаларыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай ерекше дәмді қаттама нанның рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ерекше дәмді болып шығады. Ол үшін ең әуелі табағымызға 3 стакан ұнды салып аламыз. Үстіне 1 стакан манканы құйып жақсылап араластырамыз бір келгетіп. Енді осы ұнымыздың үстіне 1 шай қасық разрыхлителімізді қосып араластырып аламыз. Құрғақ массаларымызды араластырып алдық. Енді 1 стакан кипятогымызға тұзымызды және қантымызды салып ерітіп аламыз. Араластырып алдық. Енді осы араласқан суымызды құрғақ массамыздың үстіне құйып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Енді осы қамырымызды, илеген қамырымызды кішкене 4 бөліктерге бөліп аламыз. Домалақтаймыз және тәрелкемізге салып, бетін өсімдік майымен жағып аламыз. Бетін пищевой пленкамен орап, жарты сағатқа қамырымызды демалдырып қоямыз. Демалдырып алдық. Енді осы қамырымызды жаюға кірісеміз. Бірінші оқтаумен, кейін қолмен жайсаңыздар, өздеріңізге оңай болады, әрі ыңғайлы. Осылай біркелкі етіп жайып аламыз. Шет-шеттерін соза отырып біркелкі етіп жаямыз. Енді осы жайылған қамырымызға сары майымызды ертіп, арасына біркелкі етіп жағамыз. Енді осыған өз қалауларыңыз бойынша сырды үккіштен өткізіп, сеусеңіздер болады. Енді ораймыз, біркелкі етіп, бір-біріне беттестіріп, видеода көрсетілгендей етіп орап аламыз. Арасына міндетті түрде сары май жағуды ұмытпаңыздар, жабысып қалмас үшін. Осылай қамырларымызды жайып, орап,
бетін жауып және де жарты сағатқа қойып қоямыз, демалдырып. Жарты сағат демалдырып алдық, енді жаюға кірісеміз. Оқтаумен видеода көрсетілгендей етіп, қамырымызды жайып аламыз. Енді осы жайылған қамырымызды табамызды отқа қойып пісіреміз. Екі жағын қаттамамызды екі жағын алмастыра отырып пісіріп аламыз. Міне қаттамаларымызды осылай пісіріп аламыз, екі жағын алмастыра отырып біркелкі етіп. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер, ерекше, көп уақытты талап етпейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.